Достар, бүгін мен әбетке макарон пісіретін боламын. Бұған бізге картошка, қабақ и тауықтың осында маринад етілген ет. Осындай тауықтың маринад етіп морозилкаға салып қоямын и сол ет. Осының бәрін турап аламыз жұқа қылып. Бұған және азғантай жетерлікті дәрежеде тұз саламыз. И осындай томат саламыз и сосын қуырамыз. Осылай. И аузын жауып тастаймыз. Осындай қазанды крышкасын ашқан кезде осындай өзіне су шығады. Сол кезде жақсылап бұлғап. Картошкаларды майдалап турайсыңдар. Сонда осындай тек бәрін бір салғыңызды осындай пісе салады. Тез піседі, макаронмен бірге піседі да. Осындайға қуырыңқырап, жақсылап пияздары өлгеннен кейін осындай макарон саламыз. Осындай макаронды салып, бұл тасиды еще. Оның үшін бетіп жақсылап жаямыз да. Күріш пісірген сияқты қылып, ыстық судан құямыз. Дәл осылай. Астын жай қоямыз. Крышкасын жауып тастаймыз. Көрдіңдер ғой достар? Осылай бетпе-бет қоясын. И тек қана бір рет қана аударасыз, сонымен піседі. Астын жай қойып, и крышкасын жауып тастаймыз. Осында су құйғаннан кейін, осында универсальный деген полипроводын азымтай қосып жіберсеңіз болады, дәмдеуіштен. Өткені жаңа тауықтың етімен пісіргеннен кейде дәмі шықпай қалуы мүмкін. Дәмділеу болады. Сол себепті осылай аузын жауып тастаймыз. Өзі буға піседі. Достар, тамағымыз дайын болды. Ас болсын.